Сәлеметсіздер ме? Нөмірі 20-шы Зейнолла Шүкіров атындағы орта мектебінің көркемөнерпаздар үйірме жетекшісі Әбдиева Ақкенже Тасыбайқызының бүгінгі менің қонақ етіп тұрған жобамның тақырыбы ән әлеміндегі вокал үйірмесінің жұмысы. Бұл жоба, яғни білім беретін мектептердің вокал үйірмесі бойынша жүргізілетін қолданбалы курс жұмысына арналған бағдарлама. Ән әлемі түсіне қатты бұл жоба сабақ немесе іс-шара мақсатын, мазмұнын, күтілетін нәтижелерін сипаттайтын ресми құжат. Музыка әлемі адамзат мәдениетінің байлығы ішіндегі мұхиттай шексіз, ғажайып дүние. Музыка адамның асқақ, ақыл ойлары, арман мақсаты, ізгі тілектері, қуанышы, қайғы қасіреті, әртүрлі сезім еріндерін бейнелейді. Музыканың адам жан дүниесіне тигізетін әсері өте орасан. Сондықтан оны шынайы ықыласпен қабылдау арқылы түсінуге болады. Музыка әсем дыбыстар тілмен сөйлейтін, яғни сезімге құрылған күрделі өнер. Ол түрлі жанрларға, ұлттық, тарихи, жекеше стильдерге, түрлі музыкалық түрлерге бөлінеді. Вокал болып жеке немесе басқа аспапқа қосылып айтылатын ән айту өнері. Бұл бағдарлама оқушылардың ән айту қабілеттерін дамытуға, музыкаға деген сүйіспеншіліктерін арттыруға және сахна мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Үйірме барысында музыка балаларға білім беріледі, яғни вокалдық дағдылар қалыптастырылады және әртүрлі жанрдағы әндерді орындау тәжірибесіне жинақталады. Үйірменің мақсаты бұл оқушылардың музыкалық қабілеттерін дамытып, вокалдық шеберліктерін жетілдіру, ән айту техникасын меңгерту, көркемдік эстетикалық талғамдарын қалыптастырып, сахна мәдениетіне тәрбиелеу. Үйірменің міндеттері бұл оқушылардың дауыс мүмкіндіктерін зерттеп, вокалдық қабілеттерін жетілдіреді. Дұрыс дауыс қойылымы мен тыныс алу техникасын үйретеді. Ән орындау шеберлігін арттырып, дикция және артикуляция жаттығуларын орындау. Қазақ халқының дәстүрлі әндерін үйрету және әлемдік музыка мәдениетімен таныстыру. Әртүрлі музыкалық жанрларды орындау мүмкіндіктерін дамыту, сахна мәдениетімен өзін-өзі ұстау дағдыларын қалыптастыру, оқушыларды вокалдық байқауларға, концерттерге және іс-шараларға дайындау. Шығармашылық қабілеттерін дамытып, өзін-өзін көрсетуге мүмкіндік беру. Үйірменің құрылымы бұл аптасына 2 рет өткізеді. Сабақтың ұзақтығы 45 минут, 1 сағатқа дейін. Оқушылар топтарға немесе жеке сабақтар түрінде де бөлінеді. Күтілетін нәтиже оқушылардың музыкалық қабілеттері мен вокалдық дағдылары дамиды, дауыс қою техникасын меңгеріп, дұрыс тыныс алу дағдыларын қалыптастырады, әртүрлі стильдегі әндерді орындау мүмкіндігі кеңейеді. Музыкалық білім деңгейі жоғарылап, талғамы қалыптасады, өзін-өзі көрсету және шығармашылық бастамалары артады, байқаулар мен концерттерде жақсы нәтижелерге қол жеткізеді. Үйірменің ұйымдастыру шарты бұл музыкалық аппаратуралар, дыбыс жазу құрылғылары, микрофон, колонкілер, музыкалық аспаптар, мысалы баян, домбыра, синтезатор, осыларды. Жұмыс жоспары оқу жылының басында бекітіліп, оқушылардың деңгейіне қарай түзетіледі. Яғни үйірмеге жалпы 7-18 жас аралығындағы оқушылар қатыса алады. Оқушыларды таңдау арқылы немесе мұғалім ұсынысымен қабылданады. Олар 3 кезеңге бөлінеді. Мысалы, бастауыш сынып 6-10 жас аралығында әнге деген қызығушылықтарын ояту, қарапайым вокалдық дағдыларын үйрету. Орта буын, яғни 11 мен 14 жас аралығындағы дауысты жетілдіру, сахна мәдениетін қалыптастыру. Сосын 3-ші жоғарғы сынып, яғни 15 пен 18 жас аралығындағы оқушылар кәсіби деңгейдегі вокалдық машықтар